Сәлем достар, бүгін сіздермен кореялық ащы қызанақтар рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалауға кеңес беремін. Бұл салатты қыс-күз мезгілдерінде тағамымызға қосып жеген өте жақсы әрі тойымды салаттардың бірі деп айтсам қателеспеймін. Алдымен бізге жуылған помидор, аскөк, сұйық май, ашылған тәтті бұрыш және чеснок, бір ащы бұрыш қажет болады. Алдымен помидорымызды осылай жіңішке етіп, или өзіңіздің қалауыңыз бойынша бұдан да ұсақтау етіп турасаңыздар болады. Мен осылай помидорды үшке, яғни барлығы 6 бөлікке бөліп аламын. Барлық помидорды өстіп аласыздар. Бізде қажет 1 кило помидор. Соны есте сақтаңыздар. Комментарий бөліміне барлық қажетті ингредиенттерін жазып қоятын боламын. Бұл салатты жеген адам міндетті түрде қайталап жейтін болады, себебі өте дәмі ерекше салаттардың бірі. Келесі кезекте тәтті бұрышымызды жуып алып дайындаймыз да, одан кейін осындай ұсақ бөлшектерге бөліп, блендерімізге немесе мясорубканың көмегіне уатып, сұйық мassa шығарып аламыз. Мен тәтті бұрышымды турап болғаннан кейін үстіне сарымсақты саламын. Одан кейін бір ғана ащы бұрышымды салып, блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп алатын боламын. Біздің турап жатырған ащы соусымыз жартылай дайын болып қалды. Төбе жағында жиналып қалған ірі перцтерімізді, яғни бұрыштарымызды төмен қарай түсіріп, тағы да блендеріміздің көмегімен бір айналдырып уатып аламыз. Міне бізде осындай сұйық мassa шығуы қажет. Бұны енді помидорымыздың үстіне саламыз. Келесі кезек үстіне алдын ала турап дайындалған аскөгімізді саламыз. Одан кейін сұйық майымызды саламыз. Келесі бізге бір ас қасық тұз қажет болады. Тұзымызды саламыз. Одан кейін 2 ас қасық қант саламыз, секер, яғни. Одан кейін үстіне менде уксус 6%, сіздерде 9% уксус болса, 9% уксусты қосыңыздар. Бұдан біз 2 ас қасық саламыз. Одан кейін салатымызды енді жақсылап бір келкі болғанша тұз бұрышын жақсылап осылай араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болып қалды. Салатымызды енді салқын жерге бір түнге қойып қоямыз. Мен келесі күні салатымды ашып жатырмын. Исінің өзі аңқып тұр. Енді бұл салатты 12 сағат өткеннен кейін осылай дастарханыңызға тағаммен бірге ұсынып жіберсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.